Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз 6-шы сабағымызды бастаймыз. Бұған дейінгі сабақтарда бірінші қатарды, яғни қосу таңбасын жасадық, одан кейін бұрыштарды қойдық, содан кейін қабырғаларымызды қойдық, орталықпен сәйкестендік, сосын барып қабырғаларды қойдық. Сонымен екі қатарды біздер жасап шықтық. Міне, екі қатарды жинадық. Енді бүгінгі сабағымызда біздер үшінші қатардың беткі жағына қосу таңбасын жасаймыз. Бірінші сабақтағыдай қосу таңбасын жасауымыз керек. Яғни сары түстен жасаймыз. Сары түстен. Бізге төмен жақты құрастырған кезде осындай үш түрлі болып келуі мүмкін. Біріншісі нүкте, сызықша, таяқша дейміз, немесе палка дейді орысша. Немесе мынандай галочка дейді. Осындай үш бағытта келуі мүмкін. Осындай үш бағытта сары түс. Осы үшеуінің біздер қосу таңбасын жасауымыз керек. Сызықшадан бастап көрейік. Ол кезде не істейміз? Ол кезде мынандай алгоритмді орындаймыз. Бірінші фронт, міне сары түсті жоғарыға ұстадық. Сосын ары қарай пиф-паф әдісін бірлет орындаймыз. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Сосын фронт, кері бағытқа қоямыз. Міне, біздің қосу таңбамыз шықты. Мына екі түске мән бермеңіз. Осындай қосу таңбасын шығаруымыз керек. Енді біздер жаңа таяқшадан жасадық. Енді мынандай галочка тұрса, онда мынандай алгоритмді орындаймыз. Сары түсті жоғарыға қоямыз, оң. Және дәл осы мен қалай ұстап тұрмын, солай ұстауымыз керек. Галочка міне жоғарыда тұру керек. Және біздің бана сызықшамыз дәл осындай бағытта тұру керек. Галочкамыз міне жоғары бағытта тұр. Осы бағытта орындаймыз. Ондайда міне фронт алдыңғы жақты сағат тілімен. Сосын пиф-паф әдісін екі рет орындаймыз. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Және фронтты кері бағытқа айналдырамыз. Біздің қосу таңбамыз шықты. Міне, мына жердегі түске көп мән бермеңіз. Міне, яғни біздің тапсырмамыз қосу таңбасы шықты. Енді үшінші. Мынандай нүкте болып келсе, ортасында сары түс болса, онда біздер кез келген жаңағы галочка немесе сызықшаны орындаған кез келген екі алгоритмді орындауымызға болады. Біреуін орындап көрейік. Фронт, оң, жоғары, оң кері, жоғары кері және фронт. Міне, осы кез келген жаңағы галочка мен сызықшада кездескен екі алгоритмді орындаймыз. Содан кейін бізде мына көбегімізді бүйтіп қараған кезде палка немесе галочка шығу керек. Бізде мында галочка шықты. Енді галочка шыққасын бізде галочканы алгоритмі фронт, сосын пиф-паф әдісін екі рет орындаймыз. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Және фронт кері. Міне бізде қосу таңбамыз шықты. Яғни бұл жоғарғы сары крестті жасауымыз үш этаптан тұрады сонда. Бірінші точка, сызықша немесе галочка. Осындай үш этапты жасап біздер
мына қосу таңбасын жоғарына жасаймыз. Жоғарына қосу таңбасын жасаймыз. Бүгінгі сабағымыз осы. Сары түстен қосу таңбасын жасадық. Достар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ары қарай сабақтарды көру үшін қоңыршаны да ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.